Сәлеметсіңдер ме оқушылар? Қазақ тілі мен әдебиет сабағына қош келдіңдер. Бүгінгі сабақтың тақырыбы тұмар Томирис туралы аңыз. Бүгінгі сабақтың мақсаты фольклорлық және шағын көлемді көркем әдеби шығармаларды түсіну тақырыбын анықтау. Тақырып бойынша меңгерген жаңа сөздерді олардың синонимдерін, антоним, амонимдермен қатар қолдану ойын жеткізе білу. Бүгінгі сабақтың жаңа сөздерімен таныс болыңыздар. Патшайым, императрица либо царица. Тәрбиелейді, воспитывает, басқыншылық, захватничество, қашып құтылу, избежать, елші, посланник или же посол. Алдымен экрандағы суреттерге назар аударайық. Олардың көшпелілерге қандай қатысы барын айт. Әр затқа сипаттама бер. Сөзіңде сын есімдерді қолдан. А теперь посмотрите на эти картинки и скажите, какое же отношение они имеют к кочевникам? И, конечно же, опишите их, используя прилагательные. Ойлансаңыздар, келесі жауапқа назар аударыңдар, өздеріңді тексеріңдер. Келесі оқылым, жазылым, айтылым тапсырмасында төменде берілген өлеңді жазып, жаттап алыңдар. Прочтите это стихотворение и выучите. Тарихы терең теңізден, ерлікпен заты егізде, сақтарды егер іздесең, жау жүрек халық де бізде. Болмысы лайық атына, тектілік сіңген затына, болыпты адал сақ жұртты, дос түгіл жаумен жатына. Раев. Олай болса, үшінші тапсырмадағы мәтінді оқып, мазмұнын түсінейік. Прочитаем текст. Сақ патшайымы Тұмардың есімі ежелгі жазбаларда Томирис деп көрсетілген. Тұмар массагеттердің патшайымы, скиф халқының көсемі, Ишпақайдың ұрпағы. Скифтердің патшасы Мадидің шөбересі, массагеттердің патшасы Сыпырдың қызы. Патшайымның анасы Томиристің сәби шағында қайтыс болады. Кішкентай қызды әкесі тәрбиелейді. Томирис бала кезінен әскери іс-қимыл мен қару-жарақ пайдаланатын ортада өскен. Әкесімен бірге жаулардан бірнеше рет қашып құтылған. Ал 5 жасынан бастап асау атқа мініп жүрген. 6 жасында қолына ақинақ, қысқа семсер ұстап, соғыс өнеріне жаттыға бастаған. Парсылардың Кир патшасын жеңген соң, Томиристің аты тарихта қалған. Кир патша шығыстағы массагеттерді жаулап алуды көздеген. Алдымен Кир көшпенділер еліне ел шаттандырады. Олардың патшайымы Тұмардың өзіне тұрмысқа шығуын сұрайды. Осылайша Кир массагеттермен соғысуға сылтау іздейді. Тұмар Кир патшаның ұсынысын қабылдамайды. Осыны сылтау еткен Кир жауынгерлерін шығысқа қарай аттандырады. Аракс дариясына жетіп, үстінен қалқыма көпірлерді құруға, кемелердің кермесінде мұнара қамалдар тұрғызуға әмір етеді. Сонымен мәтін бойынша жұмыс. Мәтіндегі қою әріппен жазылған сөздерді аудармасымен дәптеріне жазыңдар, олардың синонимдерін табыңдар. А теперь выпишите выделенные слова, переведите, а затем найдите синонимы к этим словам. Тамаша. Өздеріңді тексеріңдер. 5-ші тапсырмада мәтіндегі әр ой бөлігін түсініп, оқып, сол ой бөлігіне тақырыпша қойыңдар. А теперь прочтите каждую часть текста и, конечно же, озаглавьте абзацы. Жарайсыңдар. Өздеріңді тексеріңдер.
Мәтіннің мазмұнына байланысты 7 сұрақ жазыңдар. По содержанию текста составьте 7 вопросов. Керемет. Өздеріңді тексеріңдер. 7-ші айтылым-жазылым тапсырмасында мәтіннің мазмұнын өз сөзімен қысқаша айт. Тұмар патшайым кім деген сұраққа жауап бер, оны сызба түрінде жаз. Перескажите устно текст, затем ответьте на вопрос, кто такая Тумар, царица Тумар. А ответы покажите в виде схемы. Керемет. Өздеріңді тексеріңдер. 8-ші тапсырмада мәтін бойынша төмендегі кестені толтыр. В 8-м задании заполните таблицу по тексту. То есть записывайте в графы слова, которые отвечают на вопрос кім, кто, не, что, қандай, какой, не істейді, то есть что делает. Керемет. Өздеріңді тексеріңдер. Келесі тапсырмада мәтіннің 2-ші абзацындағы пікірге байланысты да ойыңды жаз, антоним сөздерді қолдан. А теперь выразите свое мнение по 2-му абзацу текста. При написании используйте антонимы. Тамаша. Өздеріңді тексеріңдер. Айтылым тапсырмасында диалог, жағдаят. Іннің қазақ тілі мұғалімі сақ патшалар туралы мәтін жазып келуді тапсырғанын айтып, ақыл кеңес сұрады. Ініңе кеңес бер. Парталас көршің екеуің осы жағдаятты көрсетіңдер. Сынып ең маңызды кеңестің иесін анықтасын. В этом интересном задании вам такая ситуация. Ваш младший брат просит совета в написании о царях и царицах сакского племени. Тамаша. Өздеріңді тексеріңдер. Оқылым, жазылым, айтылым тапсырмасында берілген мәтіндегі ойды осыған дейінгі алған білімдермен толықтырып, кеңейтіп жазыңдар. Прочитайте данный текст и продолжите свои мысли, используя материалы, которые мы с вами проходили на предыдущих уроках. Бұл тапсырманы дұрыс орындады деген ойдамын. Тексеріңіздер өздеріңізді. Осымен сабағымыз аяқталды. Сау болыңдар. Назарларыңызға рахмет.